Құрметті әлеумет, әдеттегідей жоғарғы соттың виртуалды қонақжай айдарынан кезекті эфирімізді бастағалы отырмыз. Бауыржан Тұрсынұлы, эфирімізге қош келдіңіз. Сізді көптен бері осы эфирге қонақ қылып шақыруды жоспарлап жүр едім. Өйткені сіз осы Facebook әлеуметтік желісінде тіркелген белсенді сот төрағаларының бірісіз. Бар жоғы 4 айдың ішінде 1641 адаммен онлайн форматта достық өтініштерін қабылдап, түсіндірме жұмыстарын жап-жақсы жүргізіп келе жатсыз. Оған біз жоғарғы соттың атынан куәгерміз. Және осы арада сізге сұрақ, осындай жүздеген пост пен комментарий жазып, қаншама адамның сұрағына жауап беруге сіз уақытты қалай табасыз? Бұл онлайн кеңістікпен жұмыс істеу сіздің негізгі жұмысыңызға өзінің кері әсерін тигізбей ме? Кедергісі жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жақсы, сәлемет бай дос бауырым. Мынау 22 сәуірде мен осы Атырау облысының төрағасы болып келіп жұмысыма кірістім. Жоғарғы сот төрағасының бізге деген қойған талаптардың бірі осы: біз жан-жақты ақпаратты болуымыз керек. Сол себептен осы Фейсбукке мен тіркеліп, Фейсбукте біздің адвокаттар бар, біздің медиаторлар бар, заңгер сообществолары бар, көптеген. Солардың бәрі қандай талап тудырып жатыр екен, қандай мәселе көтеріп жатыр екен, сол мәселеге біздің үлесіміз қандай болады екен деген сол ниетпен мен жаңағы тіркеліп, бірден атсалысып кірісіп кеттім. Өйткені мен тіркелгеннен бастап сұрақтар туа бастады. Сотқа арыз берудің алдында жаңағы қанша баж төлеу керек екен, соғанға дейін сондай уақыт нәрселерге дейін біз дер уақытында оның барлықтарына жаңағы жауап беріп отырдық. Сот тарапына қатысты мәселелерге дереу жауап бермесек, онда жаңағы басқа блогерлар өз жағына қарай көрпесін тартып кететіндей, біз деген жаңағы уақыталды жауап бере алмай жатқандай болып қаламыз. Сол себептен мен кейіннен келіп осы жерден жаңағы біз өз судьяларымыздың арасынан осы Фейсбукқа ответственный адамымызды тағайындап, туатын сұрақтардың бәріне дәлел уақытылы жауап беруді соны мақсат көрдік те, бүгінгі күнге дейін мен ойлаймын, осы виртуалдық Фейсбук әлем бойынша келе жатқан өзі ықпалын алып келе жатқан байланыс болғаннан кейін, біз осы Фейсбуктың арқасында талай заңгерлермен байланысып, талай пікірлерімізді, өзіміздің ойларымызды жеткізіп, өзіміздің бағытталған заңды түрде, процессуалдық түрдегі нәтижемізді түсіндіріп жатырмыз. Жалпы әлеуметтік желіде қоғамның жиі қоятын сіздерге сауалдары қандай? Қоғам Атырау облыстық сотының негізгі жұмыс бағыттарына қатысты сауалдар қоя ма? Мысалы, медиацияға қатысты, азаматтық процестік кодекске қатысты. Барлықтарымыз білетіндей, осы 26 заңға өзгеріс енгізуге сондай ұсындық. Оның 17-сі қабылданды. Дей тұрғанмен сол 17-сі қабылдап жұмыс істеп жатқан кезде талай юристер, адвокаттар, талай блогерлер сұрақтар көтерді. Сол себептен соны біз түсіндіру білдік. Соны біз дер кезінде осы отырған, жан-жақтағы отырған облыс соттардың тараптарынан сол жауаптар қайтарылып жатты оларға. Сіз Атырау облыстық сотына карантин басталған кезеңде тағайындалдыңыз. Ұмытпасам, сәуір айы болатын. Осы сәуір айы кезінде барып Атырау халқына сот процестерін ұйымдастыру, онлайн форматқа көшуге өзіңіз бас көз болдыңыз. Осы аралық сізге қиындық тудырмады ма? Және халық біздің ұсынған қашықтан сот отырысын өткізу идеямызды қалай көтерді? Ешқандай шағымдар болған жоқ па? Міне, мен кеп жұмысқа кіріскелі осы карантин болып шектеу қойылды сот залына. Өйткені оның барлығы электронный форматпен кеп жатты. Барлықтарыңызға белгілі, осыдан 2 жыл бұрын бүкіл сот жүйесі түгелдей электрондық форматқа көшіп, біздің бұл карантинға дейінде жоғарғы сот тарапынан кассациялық отырыстардың барлығы жергілікті облыстық осы видеоконференциясымен процестер өтіп жатты. Облыстық орталықтарында аудандық
келе алмайтын соттарға барып, сол видеоконференциямен сол процесстер өтіп жатты. Сол себептен біздің соттар түгел, мен ойлаймын, республика бойынша біз бұл карантиннің кезінде біз түгел дайын болдық. Бізге халық атынан, атыраулық халық атынан наразылық аса туындаған жоқ. Бұл жерде біз жағдайдың бәрін жасадық. Жаңағы біздің сот залдарының бәрі осындай бейне тақпалармен, жаңағы жазба тақпалармен ерекше өздері орналасқан болатын. Сол мәселеде біз онлайн режимде өзіміздің процесімізді қарадық. Ал қылмыстық істер жөнінде айтатын болсақ, олар видеоконференциясымыз түрмеде отырған жерлерінде болды. Ол резонансный істердің ішінде біздің журналистер жаңағы өздерінің пікірлерін тудырды. Біз сол сот залына кіріп, видеоконференциясымен болып жатқан процесті біз көруіміз керек. Ол бізге кішкене қиындыққа туындады. Біз оларды өйткені зал процесіне кіргізе алмадық. Өйткені ол жерде қатысушылар болды дегенде. Олардың бәріне шектеу қойылған. Сол себептен біз өзіміздің облыс соттың ішінен жақсы бір бөлме тауып, оны ақпарат орталығы деп арнайы ашып, ол жерде бейне тақпаларды орналастырып, ол жерде қандай процесін керек, осы резонансын болып жатқан жаңа қалалық сотта немесе мамандандырылған қылмыстық сотта болсын, соның барлығын отырып, орындықтары бар, жазатын қағаздары бар, асықпай көріп, олар өте өздерінің ырзашылығын білдірді. Біз олар кісілерге түсіндіріп айттық. Міне сіздерге осы жасалған ақпарат орталығы, осы үшін жасалған. Осы сіздердің ақпарат орталығының тұсау кесу рәсімінен болған жаңалықтарды бізде оқып танысып, журналистердің ризашылық білдірген жазбаларын көргенбіз. Бауыржан Тұрсынұлы, сіздер Атырау телеарнасында заңгер кеңесі деген арнайы бағдарлама аштыңыздар. Білуімізше, бұл әрине халықтың құқықтық сауатын арттыруға бағытталған бағдарлама. Осы бағдарлама арқылы сіздер ашуға не түрткі болды және алдағы уақытта қандай нақты тақырыптарды қозғауды жоспарлап отырсыздар? Қазақстан Республикасының жаңағы азаматтық процессуалдық кодексіне үлкен өзгерістер енгізілді. Еңбек кодексіне үлкен өзгерістер енгізілді. Сол себептен мен өзі мына Атырау облысының жаңағы басшыларымен видеоконференциясымен оны заңды өзім насихаттаған. Бірақ қарапайым адамға сол насихатымыз жетпей жатқандай көрінді де, біз осы Атырау телевидениесінің атынан заңгер кеңесі деген орталығын ашып, передачамызды ашып, жаңағы сол сөз жерде қарапайым халыққа жаңағы бүгінгі түрде қандай жаңалықтар болып жатыр осы сот саласынан, сот реформасынан, сондайдың жаңалықтардың қандай заңға қандай өзгерістер енгізілді, қай кезінде, қандай дер кезінде біз оны орындауымыз керек. Соның барлығын біз осы телеарна арқылы осы халыққа жеткізіп жатырмыз. Жақсы, бағдарламаның алдағы сандарында біз әлеуметтік желіден, YouTube арнасынан көріп отырамыз деген үміттеміз. Енді келесі бір сұрақ, өзіңіз білесіз, қоғамда әлі де болса дау-дамай, қылмыстар саны азаймай отыр. Әсіресе азаматтық істер бойынша дау-дамайлардың санын азайту бағытында мемлекет басшысы кезінде елбасы да біраз халыққа үндеу жариялап, медиация туралы заңның да қабылданғанына 8 жыл өтті. Бірақ әлі де болса қоғамда, әсіресе заңгерлер арасында соттар неліктен медиацияны қатты насихаттап кетті, неге татуластыру рәсімдеріне әуес болып кетті деген сияқты бір наразылық пікірлер бар, өзіңіз байқағандай. Осы ретте сіз осы татуластыру рәсімдерінің халыққа қандай пайдасы бар? Және бұл жұмысты соттың өзі мұрындық болып бастауына қандай жағдайлар түрткі болды деп ойлайсыз? Жасалып жатқан бүкіл реформаның барлығы осы дауды біз татуластыру мақсатымен, татуластыру кеңесімен қарауымыз керек деген бағытта заңда көрсетілген жолмен келе жатырмыз. Екі жақты ерегестіріп қойып, жаңағы оның соттауларының бел ортасында болып, ертең күні ұтылған жағы болады. Ол бір жағы ырза болмай кетеді. Сол себептен
ондай дау көтерілмеу үшін жаңағы екі ерді ерегестіріп қоймай, оны нақты осы сот процесіне дейін жаңағы татуластыру рәсімін жүргізуіміз керек. Оларға насихаттауымыз керек, оларға түсіндіруіміз керек. Сонда екі азамат немесе айырылысайын деп отырған отбасы бір-бірін түсініп, бір-біріне кешірімді болып, бір-бірімен қол алысып, соған қол қойса, ол деген біз үшін де жақсы. Сөзге қалмаймыз. Ол екі жаққа да жақсы. Өйткені екеуі де риза болып кетеді. Сол себеппен осымен келгеннен бастап, осы біздің сот жанымыздан татуластыру орталығын аштық. Оның ішіне кімді апардық біз? Оның ішіне біз медиаторларды апардық, орналастырдық. Оның ішіне прокурорды орналастырдық, кіргіздік. Оның ішіне біз, мына қазақта айтады ғой, біздің қанымыздан келе жатқан ұлы Абайдың сөзі, жаңағы қазақтың данасы жас үлкен ағасы деп. Сол себептен біздің ағаларды шақырдық, билер кеңесін құрдық. Бүгінгі күні жаңағы медиаторлармен қаралып жатқан істердің 976 іс қаралыпты. Оның барлығы сондай бітімгершілікке келіп, сондай деңгейде қаралып жатыр. Билер кеңесі былтырдан бері, құрылғаннан бері 300-ге жуықтай отбасын татуластырды. Үлкен жұмыс. Енді мына карантин біткеннен кейін мен ойлаймын, ол біздің татуластыру орталығы ерекше өзінің екпінін алады деп. Жақсы. Бос уақытыңызда қандай хоббиіңіз бар? Байқағанымызша, жақында сіз Фейсбукте парақшаңызда өзіңіздің қазақша айтқанда күй-сандықтың жанында отырып, мынау ұлы Абайдың орындап, көрерменнің көзайымына айналдыңыз. Осы тұрғыда сізге қоятын сұрақ, жалпы осындай өнерге келуіңізге, осы музыкалық инструментті үйренуіңізге кім түрткі болды? Рахмет. Мынау карантинға дейін осымен спортты жақсы көруші едім. Өздеріңіз білесіздер, қысқы шаңғы спортына да қатысып, соның жаңағы орындарын алып жүрдім ғой. Жаз болса велосипедке отырдық. Бірақ енді қазір карантинға байланып қалдық қой. Ешқайда шығармайды. Соның кейін мына өзіміздің залда осындай бір фортепиано тұреді. Өмірі мен осы жасқа дейін сол фортепианоға жолаған адам емес екен. Бірақ жас кезімізде гитара ойнадық қой кішкене. Соны ойладым. Мына ми деген адамның миы өзі ерекше ғой. Неге бейімдетіп, неге үйретсем, соған келетіндей сияқты болып, соған мен отырып, жаңағы бос уақытында кешке отырып, соны YouTube арқылы қарап, жаңағы нелерін, ноталарын қарап, әннің дыбысын қарап, соны қарап өзім подбор жасап едім. Соны өткенде осы атамыздың туған күніне арнап бір шумақ айтып едім өзім бөлімді. Көрермендер тарапынан өте жылы қабылданды, және қазақта мақал бар, жігітке кет өнерде аз деген деп. Бойыңызға әлде де талай өнерді жинақтап игеретініңізге біз бек сенімдіміз. Бауыржан, енді біз осы ата заңымыз Конституция күнінің қарсаңында отырмыз. Ширек ғасырлық мереке қарсаңында халыққа, көрермендерге қандай ыстық ықыласыңыз, тілегіңіз бар? Бүгін бәрімізде осы ата заңымыз ғой, Конституция. Соның 25 жылдығы міне біздің жас мемлекетіміздің осы Құдай бұйыртса, осы Конституцияның биылда біз 25 жылдығын атап жатырмыз. 2050 жылдығын да атасын, 2000 жылдығын да атасын. Осы Конституциямыз қазақ елінің жаңағы нағыз іргетасын қаланған, өзіміздің алдымызда бәріміз реформа кезінде 7 миллион адамдай дауыс беріп 95 жылы қабылдандық қой. Оның ішінде маңызды мәселесі осы адамға байланысты, адамның құқығына байланысты, жаңағы көп өзінің жаңағы шешімі тармағы бар дегендей. Соны біз біліп, оны орындап жүруіміз керек. Конституцияны басшылыққа алып жүруіміз керек дегендей. Конституциямызда ерекше өзінің тармақтары бар, жаңағы сот саласына арналған. Ол біз сот актісін қабылдаған кезде тек қана заңға сүйенуіміз керек. Біз басқа ешкімнің айтқанына, ешкімнің қуғанына бас бұрмауымыз керек. Тек қана біз заңды түрде
жаңағы өзіміздің сот актілерін шығаруымыз керек. Сол үлкен мағынасы бар ол конституцияның. Сол себептен мен ойлаймын, осы сот тарапынан оны әр судья біледі, бүгінгі күні соны біз орындаймыз деп ойлаймыз. Сот билігі жаңағы ешқайда бас бұрмай, ерекше заңды түрде істерді қарау керек. Сол себептен осы мен көрермендерге айтатыным, осы дендеріміз сау болып, осы келе жатқан мейрамымыз құтты болып, осы әрдайым қайда жүрмесек те аман болып, ауру сырқаудан аман болып, жаңағы осы мемлекетіміздің мақтанышы болып жүрейік. Жақсы, рахмет сізге, Бауыржан Тұрсынұлы. Амандықпен қауышқанша. Сізге рахмет, Айдос бауырым, рахмет.